Сәлем достар! Алдыңғы сабақта біз сіздермен куб, сфера және тағы да басқа дайын 3D объектілермен жұмыс істедік. Олармен жұмыс істеу барысында біз оларды қиып және қиған кезде белгілі бір бос кеңістікті шығарып үйрендік. Енді бүгін мен примитивтер мәзірінде тұрған цилиндр, конус, бублик сияқты дайын 3D модельдермен манипуляцияларды қарастырғым келіп отыр. Ендеше бастайық. Бірінші мен примитивтерден цилиндрді аламын, жоғарғы бөлігін көздеп, филик командасының көмегімен қабырғаларды доңғылаймын. Соңында бізде осындай фигура шықты. Тағы да бір цилиндрді алайық. Бір қабырғасын басып, чамфер командасын орындаймыз. Autodesk бағдарламасы осы команда арқылы көптеген функцияларды орындайды. Көріп отырғандарыңыздай, дайын цилиндрден осындай қызық фигураларды қиып аламыз. Енді конуспен не істей алатынымызды көрейік. Дайын конусты аламыз. Астыңғы жағын таңдаймыз. Филипті шертеміз. Сонда тамшының фигурасы шықты. Көп жағдайда балалар тамшының 3D моделін қалай шығаруға болатынын түсіне алмайды. Сонда осы конусты кесіп алу әдісін көрсете аламыз. Енді chamfer функциясын конуспен қандай әрекеттер істей алатынын көрейік. Қызық фигура шыққанын секілді, я? Енді біз оның үстіңгі жағын кесіп тастағанда стақанның фигурасы шықты. Фигурамызды кішкене ұзартайық. Кесілім бізге алдағы уақытта керек болады. Конус пен екі құралдың арқасында осындай фигура шықты. Астыңғы жақты біз chamfer командасымен өзгертеміз, ал үстіңгі жақты shell құралымен өзгертеміз. Сонда үстіңгі мен астыңғы жақтың арасында бос кеңістік қалады. Келесі объект ретінде торус, яғни бубликті аламыз. Менің ойымша бұл объектмен жұмыс істеген қызық болатын секілді. Shell командасы бубликпен жұмыс жасай алмайды. Press және pull командалары біздің бубликпен не істей алатынын көрейік. Сонда біздің бублик ішінде салмасы бар бөлкеге ұқсады. Негізгі осы фигурадан алманың 3D моделін алсақ та болады. Жасауға тырысып көрейік. Ол үшін мен оны кішірейтемін. Сосын оны жоғарыға қарай көтеремін. Сонда жоғарыдан қараған кезде алманың кесіліп тұрған күйін көреміз. Енді 2D объектілерден жапырақша алып көрейік. Spline функциясын таңдаймыз. Бір рет шертеміз. Екінші нүктені осылай созамыз. Енді осы екі нүктені қосамыз. Бұл фигураның экструд құралымен өзгертсек болады. Сонда алманың үлкен жапырағы шығады. Бірақ біз Smart Scale функциясы арқылы жапырақты кішірейте аламыз. 2D фигура енді керек болмайды. Оны кетіріп тастасақ та болады. Келесі кезекте жапырақты біз алмаға жалғаймыз. Жапырақты вертикалды түрде қоямыз. Сол кезде алманың жапырақшасына ұқсайды. Ол үшін мен жапырақты тартып, оны 90 градусқа тартуға тырысамын. Оны тағы да
кішірейтсек дұрыс болады. Бұны тағы да Smart Scale функциясы арқылы жүзеге асырамыз. Жапырақты алмаға дұрыстап, қалпына қоямыз. Бублик, сплайн және полилайн сияқты жай функциялардан біз осындай алманың моделін жасай алдық. Келесі сабақта мен сіздермен скетч бөлімін толықтай қарастырамын. Сол бөлімдегі құралдармен 2D және көк шекарада салуға болатындай әдістерді қарастырамыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.